Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Айжан. Сіздер Кербез Фул арнасындасыздар. Көктемдік көңіл-күй жасап, өзім шляпа киіп сіздерге көктемде, жазда ең керекті тақырып ол дұрыс тамақтану жайлы айтқым келіп отыр. Осыдан бір ай бұрын 28 күн бойы мен дұрыс тамақтануда болдым. Ол бір марафон болатын. Инстаграмда Сафарова Зарина деген қыздың фитнес-тренер, сол қыздың марафоны бар екен. Мен не үшін дұрыс тамақтануды түсінгім келді, не үшін соған өткім келді, сол жайында айтайын. Өйткені көпшілігі біледі, мен модель болып жұмыс істедім. Енді былайша айтқанда, көп адам айтады, сен онсыз да арықсың, саған не үшін керек ол арықтау деген. Әсіресе менің отбасым, мамам, әпкелерім сөйтіп айтады. Оданша керісінше ет алмайсың ба дейді. Мен өзімнің денемді білем, енді өзім 27 жыл бойы осы денеммен жүрмін. Сол себепті менің денем қай кезде өзін жақсы сезінетінін, қай кезде тамақты көп ішіп кетсем, жаңағыда ет алу керек деген сияқты. Ол кезде мен ішім шыға бастайтын, мен өзім жақсы білем. Сол себепті әр адам өзі бақылау керек. Сізге не керек, не керек емес, өзіңіздің сондай сезіміңіз болу керек. Бәрі неден басталды? Мен әрдайым фитнеске барып жүремін, йогаға барып жүремін, боди-балет, стретчинг, көп нәрсені көрдім. Осы Алматыға келгелі бару керек деп жүрдім да, сөйтіп тренажерный залға жазылдым. Жазылғаннан кейін маған сол жақтағы тренерді алдым. Тренерім айтты, тренажерный залға тек қана жаңағы жаттығу жасап емес, егер де денеңді жақсартқың келсе, онда сен дұрыс тамақтануды қос деп. Енді әрине оны бұрыннан бері білеміз, бүкіл интернет сол арқылы шулайды, сол жайында. Енді жарайды, я дедім да, бірақ аса мән бермедім. Тренажерный залда жаттығуды бастап кеттім. Сен көбірек жаттыққан сайын саған көбірек тамақ керек. Сен калорий жұмсайсың, біздің өміріміздің барлығы сол ғой, біз ұйықтап жатсақ та калорий жұмсап жатамыз. Тренажерный залда ол сен кәдімгідей жұмыс істейсің, сен қарның ашады, сен көбірек тамақ жейсің. Мен сөйтіп көбірек тамақ жей бастадым, өйткені ойымда ой бар. Сен тренажерный залда жаттығып жүрсің, саған көбірек тамақ керек, көбірек энергия керек деп миым сөйтіп айтып отырады ғой. Сөйтіп тамақты көбірек жей бастадым. Аптасына 3 рет қана жаттығам, бірақ тамақты аптасына 7 күн бойы жақсылап жеп жүрдім. Сөйтіп қарай менің кәдімгідей ішім шыға бастады. Өйткені мен тамаққа кәдімгідей өзіме тоқтау берген жоқпын. Өйткені ойда, жаңағы миымда ой тұр, сондай сен жаттығып жүрсің, саған көбірек тамақ керек, тамақ іш деген сияқты. Мен қараймын, маған керісінше салмағым қосылып жатыр. 15-16 жасымнан бері келе жатқан салмағым ол 55. Бойым 178 сантиметр. Кейбірлерге айту мүмкін, сен бойың ұзын, салмағың жетіспейді. Маған көп деген программалар, жаңағы интернетте деп калькуляторлар бар ғой, сен қандай идеалды салмағың болу керек деген сияқты. Сол жерде маған әрдайым жазылып тұрады недобор веса деп. Бірақ мен өзім білем, және де модельдік өлшем бар, ол тіпті басқаша. Көптеген калькулятор, приложениялар ол бізге среднестатистический дейді ғой, сондай бір орта есепті адамды көрсетеді. Ал менің бойым ұзын, модельдік өлшемдерді қарасам, модельдік өлшемдер бойынша керісінше 55 ол маған өте жақсы норма. Арық қыз болу бар, және де арық қыздың іші шығып тұрса, ол тіпті жаман нәрсе. Сөйтіп менің салмағым осы 2-3 ай бұрын 59-ға дейін, кейбір кезде 60-ға дейін жеткен кездері болды. Қайтадан өзімнің не істеп жүргеніме анализ жасап, тренажерный залды алып жүрмін, дұрыс, енді бірақ маған дұрыс тамақтану керек деген өзім ойға жеттім. Әйтеуір рахмет саған, Айжан, сол кездегі Айжан. Дұрыс тамақтану сіз тек қана спортты бастап кетсең, сен құртасың, ал дұрыс тамақтануда ғана жүрсең, спортты қоспасаң, өзіңнің дегеніңе жетпейсің. Жалпы адам не үшін тамақ ішеді? Осыдан бастайғы, оған энергия керек. Адам күн сайын біз ауа жұтып, яғни өмір сүріп жүрген кезімізде біз калорий жағамыз. Қазірдің өзінде мен сіздерге сөйлеп жатырмын, нақты бір энергия жұмсап жатырмын, мен де бір нақты калорий жұмсап жатырмын. Мысалға айтайық, ол адам күніне 1700 калорий жұмсайды. Және де оған тура дәл сол сияқты тамақ керек. Яғни ол 1700 калорий тамақ ішу керек. Ал егер адам 2300 калорийге тамақ жесе, яғни көбірек тамақ жесе, бірақ аз қозғалса, яғни тек қана сол 1700 калорийді ғана жақса, онда қалған, сол жерде қалған 500 калорий, 500 ба қанша болады? 500 калорий оның ішіне май болады. Ішіне, жаңағы бөксе жағымызға, енді май жиналатын жерлер көп қой бізде. Сол жерге май болып жиналады,
жиналады, сөйтіп адам ақырында толық болып шығады. Ал егер де сіз арықтағыңыз келсе, онда керісінше сіз 1700 калорий сізге керек болса, сіз дефицит калорий жасайсыз, яғни сіз 1500 калорий ғана жейсіз. Ал қалған 200 калорий жетіспей қалған, ол сіздің керісінше сол майларыңыздан алынып отырады. Сол кезде сіз арықтайсыз. Бірақ мүлде тамақ ішпей жүрмеуге болмайды. Өйткені біздің ағзамызға азық-түлік түскен сайын, тамақ түскен сайын бізде жаңағыдай жиросжигание дейді ғой, сондай процесс болады. Егер де тамақ түспесе, онда жиросжигание да болмайды. Сол себепті бізге тамақты қарнымыз ашқан сайын жеп отыру керекпіз, одан еш шектемеу керек. Күніне 5-6 рет тамақ ішсек те, бірақ ол тамақтың сапасы қандай? Міне осы кезде дұрыс тамақтану басталады. КБЖУ дейді. Калорий, яғни белок, жиры, углеводы. Былайша айтқанда ол ақуыз, май және де көмірсу. Осы үш нәрсе біздің ағзамыздың түзілуіне керек және де әр тамақта бар нәрсе. Ақуыз деген ол біздің денемізге өте керекті материал. Ол біздің денемізді үй деп алатын болсақ, ол біздің цементіміз. Ең бізге керекті құнды материал ол ақуыз. Ақуызға ет жатады, балық, тауық еті, ет жатады, кәдімгідей айтқанда сүт өнімдері жатады, бұршақтар, жаңағыдай бобовый дейміз, саңырауқұлақ, жаңғақ және де гречка. Гречкада өте көп белок бар, ақуыз бар. Одан кейін жир, ол май. Майдың пайдалысы болады, зияны болады. Біз зиянды майды күніне өте көп жейміз. Біздің жаңағы фри болсын, фастфуд болсын, барлық жерде зиянды май қолданылады. Тіпті жаңағы біз өзіміз қуыратын су майдың өзі, егерде термообработка процесіне келген кезде, жаңағыдай зәйтүн майы болсын, оливковый май болсын, сары май болсын, жаңағы су май болсын, оның барлығы қуыруға болмайды негізі. Ал егерде біз пайдалы май жейтін болсақ, онда сол пайдалы май біздің ағзамыздағы зиян майды жояды. Сол себепті пайдалы майды жеу керек, майдан қашпау керек, мүлде тек оның пайдалысы бар екенін білу керек. Пайдалы май бізде жаңғақтың ішінде бар, сыр дейміз, ірімшіктің ішінде бар, балықтың ішінде бар. Зәйтүн майын да жеуге болады, тек қана салатқа қосып жейміз, оны еш қуырмаймыз. Енді су майды айтпай қояйын, оның зиян екенін өздеріңіз де білесіздер. Ал неге қуырамыз десеңіздер, онда кокос майын сіздерге айтушы едім, кеңес берем. Кокос майында оны көп жақпайсыздар. Жаңағыда егер де сковородкаға бір нәрсе қуыру керек болса, онда тек қана сковородканың түбін ғана бүйтіп майлап шығасыздар, кішкене ғана болды. Оны көлкілдетудің қажеті жоқ. Немесе тамақта жаңағыдай термостатный йогурт деген болады. Қазірде Активия, Данонның сондай термостатный йогурттары кеңінен сатылады. Соны алып, соны қосып сода қуырса өте дәмді болып шығады. Яғни оған қуыру дегеннің өзіне бізге май қажет емес. Соны түсіну керек. Май туралы айттық, енді көмірсу туралы айтатын болсақ, көмірсудың қарапайымдылары болады. Ол тез сіңіп кетеді бізге, жаңағы біздің жейтін шоколад, жаңағыдай полуфабрикат дүниелердің көбісінде көмірсу өте көп. Оны біз жеген сайын бізге тезірек қарнымызды ашып кетеді. Сол себепті бізге көбінесе күрделі көмірсуды жегеніміз дұрыс, ол сложный углеводы дейміз. Овсянка болсын, біздің жаңағыдай крупы дейміз ғой, сондай дәнді дақылдар, олар сложный углеводы болып саналады. Мен енді қазақша, орысша барлық термин араласып кетті, кешіріңіздер. Бірақ барынша сіздерге түсінікті қылып айтқым келіп отыр. Күрделі көмірсуды жеген сайын бізде энергия бізге баяу беріліп отырады. Яғни біздің энергиямыз тез пайда болып, тез кетіп қалмайды, қарымыз тез ашпайды. Керісінше біздің қарнымызды баяу аштырады, яғни энергиямыз бірте-бірте келіп отырады бізге. Қарап отырсаңыздар, мен қант туралы айтып жатқан жоқпын, нан туралы айтып жатқан жоқпын, сары май туралы айтып жатқан жоқпын, өйткені бұның барлығы зиянды нәрселер. Осы 28 күн бойы, егерде пайдалы тамақтануды үйренгіңіз келсе, дұрыс тамақтануды үйренгіңіз келсе, онда кәдімгі бір уақыт аралығында, мысалға 4 апта өте күшті период, 21 күнде жақсы әдеттер қалыптасады дейді. Сол 21 күн бойы сізге қанттан айырылу керек. Фастфуд енді, өз жөніне газированный напитки ішпейміз, сары май жемейміз, нан жемейміз, мүлде шайға, кофеге қант қоспаймыз. Қанттан ең бірінші бас тарту керек. Қант қосылған бүкіл нәрселерден сосын. Оның ішіне жаңағыдай шоколад, конфет, печенье деген нәрселердің бәрі кіреді, мороженое. Соның барлығынан бас тартып, біз кәдімгідей дұрыс тамақтануға көшеміз. Сіз таңертең тұрдыңыз дейік, өзіңізге каша жасайсыз. Кашаны бірақ сіз кәдімгідей овсянка, геркулес жесеңіз, оған қант қоспайсыз. Егер де қант қосқыңыз келсе, кішкене
кішкене ғана бананның тілімдерін қойып қойыңыз, фруктымен араластырып жесеңіз болады. Осындай кішкене ғана өзіңізге жететін, қатты енді тоюдың да қажеті жоқ. Өзіңізге жаңағыдай өлшем жасайсыз өзіңіздің сезіміңіз бойынша. Сөйтіп қара шай немесе кофе ішесіз, бірақ қантсыз. Подсластитель деген болады, сахарозаменитель деген болады, соларды қосып ішсеңіз болады. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, күніне 5-6 рет жиі тамақ ішу керек болады, өйткені қарынды аштыртпау керек. Ал қарын ашқан кезде біз не істейміз? Мысалға біз завтрак ішеміз, одан кейін обедке дейін жүреміз, ішпейміз, ештеңке. Обедте қарнымыз қатты ашып тұрады, аламыз да обедте салатты да жейміз, первыйды да, второйды да жеп, артынан десерт жеп, тыңқиып алып тойып отырамыз. Сосын ұйқымыз келеді, Әдетте сондай жұмыс істейтін адамдар болса офистерде, таңғы асымызды ішіп алғаннан кейін міндетті түрде 1-2 сағат өткеннен кейін бір перекус жасаймыз. Ол перекус қандай болуы мүмкін? Бір алма болуы мүмкін, немесе жаңағыдай хлебцы, слайсы дейді, нанның орнына. Сол хлебцыдың үстіне жаңағыдай кішігірім бір сыр қойып жеп алсаңыз болады. Перекустың түрлері өте көп. Тағы да бір нәрсе бізге көмектесетін, ол дүкендердегі батончики. Жаңағыдай фитнес батончик дейді, ішінде қант болмауын тексеру керексіздер. Сондай жаңағыдай ол көбінесе сондай диетический тамақтардың сөресінде тұрады. All Light, Bite деген фирмалар өте қатты ұнайды, және де Quest деген фирма бар, Бамбар деген фирмалар бар. Бамбардың батончиктері өте тәтті. Ол кәдімгідей бір сникерстен де тәтті, бір өзің десерт жеп отырған сияқты боласың. Мен әдетте менің перекусым, таңертең егер де кофе ішпесем, таңертең көбінесе су ішкенді ұнатамын, жаңағыдай кашамен бірге. Одан кейін сол перекус кезінде кофемен сол бір батончикті жеп аламын. Ол деген кәдімгідей тәтті нәрсе. Ең күшті перекус сол мен үшін. Түскі асқа сіздер суп ішесіздер ме, ет жейсіздер ме, оның барлығын өзіңіз білесіз. Бұл жерде ешқандай да жаңағыдай бір ереже жоқ. Ең бастысы қуырылған тамақ болмау керек. Жаңағы зиянды майға күріш болсын, рис болсын жей беріңіз. Макарон жесеңіздер де болады. Тек қана сол түскі ас кезінде. Ал одан кейін түскі астан кейін тағы да бір перекус жасасаңыз болады. Ол жерде творог жеуге болады. Әдетте енді мен осы солай жасаймын. Кешкі асқа келген кезде бұл жерде кішкене рис, жаңағы макарон деген сияқты нәрселер жемейміз, өйткені оның барлығын біз 5-ке дейін жейміз. Жемістерді де 5-ке дейін жейміз. Ал ужин кезінде көбірек көкөніс жеген жақсы. Помидор, қияр болсын, сәбіз, картошканы да айтпақшы жемейміз. Картошканы сағат 5-ке дейін ғана жеуге болады. Буға піскен көкөністермен тек қана көбінесе біз белок жейміз. Белок дегеніміз ол не? Жаңағы тауықтың еті, балықтың еті, немесе жай ғана кәдімгідей ет жесеңіздер болады. Мен осы видеоның астына калькуляторлар сала аламын. Жаңағыдай сайт. Ол жерге сіз жасыңызды, бойыңызды, салмағыңызды, күнделікті белсенділігіңізді жазасыз. Сол сайт сізге көрсетіп шығады. Күніне сізге қанша калорий жеу керек арықтау үшін. Мысалға 1500 немесе 1700 калорий деген. 1700 калорий жеу керек болса, сол 1700-ді алып аласыз. Одан кейін сізге тағы да мен приложение жазам. MyFitnessPal немесе Fat Secret деген күшті приложениялар бар. Ол приложение осы дұрыс тамақтану жолын бастаған кезде, бірінші, екінші, үшінші, бір апта бойы сол приложениемен жүрсеңіздер, ары қарай көз мөлшеріңіз жақсы дамып кетеді. Сол жерге сіз күнделікті не жейсіз? Каша ма? Кашаны Геркулес деп жазасыз. Қантпен болса қантпен, сүтпен болса сүтпен. Шайды да келтіресіз. Жаңа перекус болса перекусты барлығын сол жерге не жедіңіз, соның барлығын енгізіп отырасыз. Сол кезде ең соңында қарайсыз. Өзіңізге сондай бір есепші боласыз. Және де бір білетін нәрсе, тек қана сізге көмір сумен май өлшемін өте жақсы қадағалап отыру керек. Ал белок ол онсыз да бізге қажетті дүние, оны біз көп жей алмаймыз. Біз күніне 1 килограмдап жаңағыда ет жемейміз бәрібірде, белок санамай қойсаңыздар болады. Ең бастысы көмір судың деңгейін және де майыңыздың деңгейін белгілеп отырыңыз. Көмір су мен майды санау да өте ыңғайлы. Ол яғни 1 грамм көмір суға сіздің өзіңіздің салмағыңыз 1 килограмм. Мысалға мен қазір 56 килограмм. Мен күніне 56 грамм көмір су және де 56 грамм май жеу керекпін. Ал қалғаны белок бола берсе болады.
Солай өзіңізге санап аласыз, күнделікті тамақтарыңызды алдын ала дайындайсыз. Мен осы күнге 1700 калорий жеу керек болатын болсам, оның мынаншауы белок, мынаншауы көмірсу, мынаншауы май деген сияқты бөліп алып, сөйтіп өзіңізге жеп отырсаңыз болады. Менің жоспарымда сіздерге нақты рецепттер көрсету бар. Оның барлығын алда сіздерге түсіремін. Егер де түсінбей қалған сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийге жазыңыздар, барлығына қуана жауап беремін. Сіздермен болған мен Айжан. Көктемгі көңіл-күйлеріңіз керемет болсын, дұрыс тамақтануды үйреніңіздер, ол сіздердің өздеріңіздің денсаулықтарыңызға керек. Өзіңізді сондай бір жеңіл, энергияңыз толық болып сезіну осы дұрыс тамақтануға байланысты. Сол себепті дұрыс тамақтануды бастайық. Сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар. It goes electric wavy when I turn it on.